Пайғамбарлар падишасы. Түйелерімді талап етем. Абраханың әскері Меккеге жақындағанда елді тонайтты. Абдымуталиптің 200 түйесі де қолды болады. Абраха қан төккісі келмейді. Сондықтан Меккенің басшыларымен келіссөз жүргізбекші болады. Абдымуталип келесілген жерге барады. Абраха оның адамгершілігі, жүріс-тұрысы, ізеттілігін, сөйлеген сөзі және үнсіз қалған кездері көңілінен шығып риза сезімге бөленгені сонша Қағбаны қиратудан бас тартып кері қайтпақта болады. Абдымуталип жұрттың алдында абыройын сақтап, өзін сыйлата алатын абыройлы кісі болатын. Абраха оны көрген сәтте құрмет көрсетіп тіл қатысады. Келіссөзді тағында емес, онымен бірге кілемнің үстінде тізе түйістіріп отырып жүргізеді. Тілмаштың көмегімен жүргізілген келіссөздің ақырында Абраха Мекке басшының қандай талабы барын сұрайды. Осы сәтте пайдаланған Абдымуталип өз талабын айтады. Құрметті патшаңа айт, адамдары менің 200 түйемді қолды қылды, соларды қайтарып берсін. Жауапты естігенде Абраха айран асыр қалады. Іштей ол туралы түйген алғашқы пікірінен айнып. Меккенің басшысына айт, ол жайлы алғашқыда жақсы пікірде болған едім. Қателеспен, оны іштей ұнатып едім. Егер бұл адам өтінгенде Қағбаны қиратудан да бас тартар едім. Өкінішті, алайда ол қам жемесін, түйелері қайтарылады. Абраханың жауабы тәржімалағаннан кейін Абдымуталип неге бұлай дегенін және оның себебін түсіндіреді. Мырзаңа айт, мен тек түйелердің иесімін. Оларды қорғауға міндеттімін. Қағбаға келсек, оның өз иесі бар. Оны сол өзі қорғайды. Абраха оның бұл жауабын әдепсіздік деп қабылдап, менен ешкім қорғай алмайды дейді. Абдымуталип көрерміз деп жауап қатады. Келіссөз осымен бітеді. Арабшада раб сөзі е деген мағынаны білдіреді. Мысалы, раббул байт үйдің иесі, раббул мал иесі. Бүкіл жаратылыстың иесі өзі болғандықтан және әлемді басқарып бақылайтындықтан Раббул Аламин, яғни әлемдердің Раббысы Алланың осынау құдіретіне шәк келтірмегендіктен Абдымуталип, мен түйелердің Раббысымын, соларды қорғаймын, ал Қағбаның да Раббысы бар, оны ол өзі қорғайды деп айтқан болады. Мамут жүрмей жатыр. Абраха жорыққа пілдің мамут деп аталатын түрін салып қайтқан күнде де арабтардың жүрегіне үрей тудырып Қағбаны жермен жексен етуді көздеген болатын. Тіпті жорыққа шықпай тұрып Йеменде жүрген кезінде Қағбаны қиратудың жобасын ойластырған. Абдымуталип түйелерін алдына салып, Меккеге келген бойда қала халқынан шаһардан кетулерін өтініпті. Қағбаны самсаған сары қолдан қорғап қала алмайтындығын айтып, өзі бас болып жанына бірнеше адамды ертіп Қағбаны бетке алады. Оны аман алып қалуын Алладан тілейді. Абдымуталип Қағбаның есігінің тұтқасына жабысып, уа Алла, құлың өз малына ие болып қалды. Сен де өз үйіңді қорлауға бермей қорға деп күбірлеп дұға етеді. Меккеліктер қаладан шығып, Абу Құбайс тауын сағалайды. Сол жерден демдерін ішіне алып, Қағбаны бақылайды. Абраханың қолы 4 қабырғадан тұратын ғибадатхананы қиратуға сақадай сай тұр. 571 милади жыл санауы бойынша Мұхаррам айының 17-ші күні жексенбі болатын. Дауыл алдындағы тыныштық орнады. Құлаққа ұрғандай тыныштық. Bir сәт уақыт тоқтап қалған тәрізді.
Осы сәтте Әбраханың жолбасшысы Нуфайл ибн Хабиб есімді адам Мамут атты алып пілдің құлағына сыбырлап: «Шөк, Мамут, шөк!» Кейбіреулерде Махмуд: «Аман есен тұрғаныңда келген жолыңмен кері қайт. Сен Алла тарапынан қасиетті саналған аймақтасың» деп сыбырлайды. Осылай дейді де тауды бетке алып өз жөніне кетеді. Нуфайлдың осы дұғасынан кейін піл тұрған жеріне жантая кетеді. Сарбаздар оны тұрғызбақ болып қанша әрекеттенсе де, оны жатқан орнынан тұрғыза алмайды. Байқап көрмек болып пілді Йемен жаққа бастаса орнынан тұрып, ешкімнің жетелеуінсіз-ақ елпен қағады. Ал Қағба жаққа аяғын аттап баспай жантая кетеді. Әбабил құстары. Әбраханың көзі қарайғаны сонша қайткен күнде де пілсіз-ақ мақсатына жетуге бел буады. Дәл осы уақытта Қызыл теңіз жақтан келе жатқан бұлтты байқайды. Қара бұлт жақындаған сайын ұлғая береді. Мұның құстардың шоғыр екенін тура қақ төбелеріне келгенде бірақ байқайды. Тұрқы тұрымтайдай түр түсі қарлығашқа ұқсайтын әбабилдердің әрқайсысы тұмсығындағы және шеңгелдеріндегі үлкендігі бармақтай тастарды қалың қолдың үстіне жаудырып кеп жібереді. Тас дегендері сұлап, баудай түсіп жатады. Қалың қолдың бір бөлігі қашып үлгерген болатын. Әбраха да өлдім талдым дегенде бір қатерден аман қалады. Аман қалуын қалғанның көп ұзамай Йеменде алған жарақатынан айыға алмай көз жұмады. Араб түбегінің ми қайнатар ыстығында қоғадай жапырылып, қойдай қырылған қисапсыз мәйіттің жүзін жасырып үлгеру мүмкін емес болатын. Естеніп бүліне бастаған қисапсыз мәйіттен тарайтын індеттің алдын алуға Мекке халқы дәрменсіз болатын. Бір қатердің беті қайткенмен екінші қатердің бетін қалай қайтаратындарын білмей Мекке халқының басы қатады. Содан бұл жолы да Алла тағала көмекке өз құдірет қолын созады. Алла шелектеп құйған нөсер арқылы меккеліктерді баудай түсіргелі тұрған індеттен аман алып қалады. Селбеп аққан су өліктерді айдалаға ағызбай кетеді. Сөйтіп Әбдімұтталиптің айтқанындай Қағбаның Раббы өз үйін қорғап қалды. Осы оқиғаны баяндай келіп, түріп тартсаң түбінен қозғайтын, түйінді ой тастайтын піл сүресінің қазақша мағынасы былай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббының піл иелеріне не істегенін көрмедің бе? Олардың айлакеліктерін зая етмеді ме? Оларға топ-тобымен құс жіберді. Құстар оларға балшықтан иленген кесектер атты. Сонда оларды жапырылған қоға тәрізді қылды.